Бәріңізге қайырлы кеш. Біз сіздермен бүгін осындай балалардың сүйіп жейтін корндоктарын дайындаймыз. Бізге ол үшін осындай сосискалар керек, және 200 мл сүт керек, 180 грамм ұн керек, және жұмыртқа, және бір ыдысқа 1 чайный ложка тұз, 1 чайный ложка разрыхлитель, және жарты чайный ложка паприканы осылай араластырып дайындап аласыздар. Бірінші салмас бұрын кішкене осылай араластырып алыңыздар, өйткені бәрін қосқан кезде жақсы үйлесіп араласуы үшін. Шпажкаға сосискаларымызды кигізіп аламыз. Тереңдеу кигізіп алыңыздар. Міне сосискаларымыз дайын. Енді сосисканы батырып жасайтын сместі дайындаймыз. Алдымен жұмыртқамызды ыдысқа құйып аламыз. Жұмыртқаның ағы мен сарысы өзара бірігу үшін кішкене венчикпен араластырып жіберіңіздер. Одан кейін үстіне сүтімізді құямыз. Сүт бізде 200 мл. Оны да жақсылап араластырып аламыз. Одан кейін жаңағы тұз, разрыхлитель және паприка қосылған сместі тоже араластырамыз. Олар біздің специя, яғни осы сыртындағы тестасына дәм берушілер. Ендігі кезекте ұнымызды саламыз. Ұн менде 180 грамм. Міне осындай қою масса шығады бізде. Қою сметана сияқты деп айтуға да болады. Енді ол сместі өзімізге ыңғайлы болу үшін осындай ұзын стаканға құйып алыңыздар. Шетінен сосискамызды батырып отыруға ыңғайлы болады. Майымызды құйып қыздырамыз. Майды да тереңде ыдысқа құйғандарыңыз жөн, өйткені сосискалар толықтай оған батып тұрғаны дұрыс. Осылай смесімізге сосискамызды аунатып аламыз да қызып тұрған майға саламыз. Майды бір қыздырып алғаннан кейін астын ақырындап басып қойыңыздар. Өйткені қызып тұрған майға тез сосискалар қызарып пісіп алатын болса, тестаның ішкі жағы шикі болып қалады. Сол үшін майдың астын ақырындатып қойған жөн. Батырған кезде ыдыстарыңыздағы смес таусылып қалатындай жағдай болса, жаңағы қалған сместен кішкене құйып отырып, қалған сосискаларыңыздың барлығын пісіріп аласыз. Тағы да қайталап айтамын, оттың асын баяулатып қойыңыздар. Іші шикі болып қалу қаупі бар, өйткені теста жидкий. Міне бізде осындай дәмді корндоктарымыз дайын болды. Мұны балаларға кетчуппен ұсынуға болады. Каналға тіркеліп лайк басып кетіңіздер. Рахмет.